Сәлем достар, біз бүгін үй жағдайында сок дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бір лимон және бір апельсин болса жеткілікті. Ең алдымен лимонды және апельсинді осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Керек емес жерін алып тастаймыз. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Арасындағы дәндері болса алып тастаған дұрыс. Өйткені біз қазір мұздатамыз да, морозильникке салып, одан кейін блендерден болмаса миксеркіден өткіземіз. Мен бірден осылай дәндерін алып тастап отырмын. Достар, мінекей мен апельсинді болдым. Енді лимонды да осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Арасында дәндер болып жатса, алып тастаған дұрыс. Достар, сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Өте оңай және тез дайын болады. Бір жарты сағаттай морозильникке қойып аламыз. Одан кейінгі жасалатын жұмысы өте оңай. Қазір алдағы видеоны соңына дейін көрсеңіздер, толық көреміз. Мінекей. Достар, мінекей, енді осыны біз морозильникке салып аламыз. Достар, мінекей, мен жаңа ғана морозильниктен алдым. Егер сіздерде блендер болмаса, миксеркімен езіп алсаңыздар да болады. Мен қазір блендерде езіп аламын. Блендерде езілген лимон мен апельсинді осылай ыдысқа саламыз да, үстіне 200 граммдай қантты салып, су құйып, жақсылап араластырып аламыз. Жылы су құйсаңыздар, қанттарыңыз тез еріп, натуральный сок тез дайын болады. Егер салқын су құйсаңыздар, біршама күтуге тура келеді. Мінекей, біз осыны енді қанттың еруге қалдырамыз. 10-15 минут тұрса, біздің үйде дайындалған согымыз дайын болады. Достар, дайын болған сокты міне електен өткізе отырып, ыдысқа құямыз. Дәмі деген керемет. Достар, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.